Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге дәл осындай баклажаннан әзірленетін өте ерекше тағам түрін әзірлейтін боламыз. Сіздер де менің осы видео рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте дәмді және де тойымды болып шығады. Алдыменен бұл тағам түрін әзірлеу үшін баклажандарымызды жуып тазартып аламыз. Кейін видеода көргендеріңіздей дәл осылай қылып кесіп аламыз. Алдыменен осылай екіге бөлеміз. Кейін осындай таяқшаның көмегімен екі жанына қойып баклажандарымызды кесіп шығамыз. Екі жанына таяқшамыздың қою себебі біздің баклажандарымызды кескен кезде соңына дейін кесіліп кетпеу үшін осылай өзімізге ыңғайлап қойып аламыз. Неке видеода көрсетілгендей етіп турап аласыздар. Өте жіңішке болуы қажет емес, шамамен 1 см көлемінде қылып кесіп аламыз осылай. Келесі баклажандарымызды да кесіп аламыз. Осындай бізге гармошка тәрізді болып баклажандарымыз дайын болады. Ендігі кесілген баклажандарымызды салқын суға кішкене дәміне қарай тұзымызды салып, баклажандарымызды 15-20 минут көлемінде суға салып қоямыз. Бойына суымыздағы тұздарды алу қажет. Барлығы осылай бетіне көтеріліп кетпеу үшін осындай тәрлігімізді бастырып қойсаңыздар да болады. Кейін біздің баклажандарымыз тұздалғанға дейін біз салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге орташада 2 пияз қажет болады. Менде біреуінің көлемі үлкенірек болғандықтан 1,5 пияз әзірледім. Және де 1 сарымсақ қажет болады. Барлығын блендерден өткізіп алуымыз қажет болады. Сол себепті өзімізге ыңғайлап барлығын кесіп аламыз. Баршаңызға міндетті түрде осы видео рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Барлығын осылай блендерге салу үшін ыңғайлап өзіміз турап аламыз. Неке пиязымыз бен сарымсағымызды езіп алдық, кейін бұны тартылған етіміздің үстіне саламыз. Және де біркелкі массада шығу үшін барлығын жақсылап араластырамыз. Саламыз дайын болды. Ендігі кезекте тұздық суда тұрған баклажандарымызды осылай барлығын құрғатып аламыз. Барлығын осылай түсіріп аламыз ыдысымыздан. Кейін осылай үстерінен майлығымызбен құрғатып шығамыз. Оған дейін біз тапамызды дайындаймыз. Төбіне жай ғана кішкене сұйық майды құйып әзірлеп аламыз. Және де біздің баклажандарымызға салмамызды салып бастаймыз. Арасын осылай қолымыздың көмегімен аша отыра салмамызды біртіндеп салып шығамыз. Неке біздің баклажандарымыз дайын болып қалды. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі болып шығады. Кейін баклажандарымыздың барлығын тапамызға салып әзірлеп аламыз. Және де үстіне қаймақ қажет болады. Қаймағымызға дәміне қарай тұзымызды және бұрышымызды салып осылай араластырамыз. Және де жаңағы
тартылған еттеріміздің үстіне осылай жағып шығамыз. Мінекей дайын болған баклажандарымызды табамызға қойып 30-40 минут көлемінде пісіріп аламыз 180 градуста. Мен асты құрғап қалмас үшін жай ғана кішкене су құйдым. Сіздер де дәл осылай жасасаңыздар болады. Мінекей біздің баклажандарымыз дайын болды. Өте дәмді және өте тойымды болып шығады. Баршаларыңызға жасауға кеңес беремін. Егер де менің осы видео рецептім ұнаған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар.